Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен сметанник пирогын жасайтын боламыз. Дайындалу жолы өте оңай әрі тез, дайындап көріңіздер. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышымызды осылай қосып аламыз. Одан соң жұмсақ сары майымызды саламыз. Одан кейін үстіне шекерімізді салып, жақсылап барлығын қолымызбен осылай мұжып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне жұмыртқамызды салып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр еритін боламыз. Қамырымыз осылай жұмсақ болып шығуы тиіс. Енді кезекте қамырымызды осындай кез келген формаға салып, жайып шығатын боламыз. Енді кезекте начинкасын жасайтын боламыз. Оған бізде қаймақ, шекер, жұмыртқа қажет болады. Осылайша ұзақ араластырмаймыз, тек біріксе ғана жеткілікті. Енді массамызды тестамызға құйып аламыз. Духовкада 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Жасап көруге кеңес беремін. Өте тез дайындалады, әрі дәмді болып шығады.